Біздер тамақ ішіп болдық, эфирден шығып, тамақ ішуге келдік. Қалған собой алып кеттік. Мына жерде шашлығымыз бар қалып қойған. Одан кейін мына екеуін жүрістерін қараңдар. Качествосы онша емес болып тұр ма, сондай болып тұр, короче. Барлықтарыңызға күндеріңіз сәттілік тілеймін. Аман болыңыздар, сау болыңыздар. Бүгін эфир, короче, атмосферасы мен түсінбедім. Бірсе әдемі эфир болды, бірсе жылайтындай эфир болды. В общем, бір сондай бір қызықты бір күн болды десем де болады. Сосын біз үйге қайтамыз. Әдемі бір демалу алу керек болып тұр. Біз Шырайлы Шымқаға қарай жол жүрдік. Негізі сағат 1-лерде ма шықтық. Жол жүріп жатқанымызға 2 сағаттай болды. Бұйырса біз бүгін кеште Шымкент! Өзім қуанып тұрмын, ауылыма баратқаныма бір 6-7 айдай болды деймін. Шымкентке бармағаныма сағынып баратырмын. Осындай күшті природа болып тұр. Погода күшті болып тұр бүгін негізі. Қатты ыстық емес, қатты салқын емес. В общем, біздің жолға шығатынымызды білетіндей болды. Всем привет! Қалайсыңдар? Инстаграмға кіруді азайтамын деп қайтадан кіріп кеткен мен. Бірақ азайту керек болып жатыр. Өйткені көп уақытымды алып қояды. Шынымен осы жерге отырсаң қанша сағат өткенін өзің білмей қаласың ғой. Қазір нені көріп қалдым? Инстаграмның новый обновлениесін байқадыңдар ма? Әркім өзі қабылдайды, қабылдамайды, өзі шешеді. Төбеде тұр негізі. Звездочка сияқты ма, бір белгімен. Қабылдап көрдім да, андай неудобно сияқты, мне кажется. Ой, знаете, девчули, укладку сделала и сразу же плюс 100-500 к настроению. Смотрите, какой классный цвет. Добротный, коричневый. Дождик идет в Алматушечке. Прогуляюсь немножечко и домой. Сәлем достар, қалайсыздар? Қалдарыңыз қалай? Ортадамыз. Осылай. Ашсам отырмын. О, привет, солнце. Дай. Құрбан айт құтты болсын достар, ең бастысы ниеттеріңізді Алла қабыл етсін. Күн өте керемет болып тұр. Бүгін құрбан шалып жатқан жандарға да, жалпы бүгінгі демалыста серуендеп жүрген жандарға да өте керемет болып тұр. Амандаш. Стористің тағдыры не болмақ, если осылай өзгеретін болса деген соң. Потому что кіре салған кезде уже видео болып кетеді, андай скролл етіп кетесің да. Сторис көрінбей қалады. Сторис көру үшін былай түсіру керек болады. Мне кажется, қазір пробно олар тестовый, то есть тексеріп жатыр. Ертең если бәрі өзгеріп, то есть бәрі қабылдап бұрынғысына ауыспайтын болса, онда сол жаңа версиясын қабылдайды. Тамаша. Я жел жоқ, я жаңбыр жоқ, я күн кәдімгі бұлттың астында көлеңке болып, әдемі болып. Сыртқа шығып, осындай бір күйбең тіршілікпен, жұмыстан күнде жүре бермейсің. Бір сәт таза ауамен демалып, Алланың жаратқан табиғатына көз салсаңыздар, ең бастысы ми тынығады.